Сәлем достар, бүгін мен сіздермен бірге өте пайдалы, өте дәмді диеталық тамақты бірге жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен керек заттарымызды осылай дайындап алдым. Яғни 8 штук голен және көкөністеріміз, картошка, пияз, сәбіздерімізді осылай жуып тазалап алдым. Тауықтың аяқтарына тұз сеуіп қойдым, және енді листімізді жақсылап майлап аламыз. Тауыққа арналған дәмдеуішті осылай бір қасық салып, жақсылап қолымызбен араластыратын боламыз. Яғни дәмдеуіштеріміз тауықтың барлық жеріне тиіп, осылай жақсылап араласуы қажет. Егер қаласаңыздар, жарты сағаттай қойып қойсаңыздар да болады. Енді тауықтың аяқтарына мен осылай листке теріп алдым. Енді теріп болған соң, мен тауықтың аяғына осындай паприкадан жарты қасықтай, немесе жарты қасыққа жетпейтіндей етіп, осылай бетіне жағып шығатын боламын. Ал сіздер өздеріңіздің қалағандай дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Енді көкөністерімізді осылай жақсылап турап алатын боламыз. Мен сәбізімізді осылай домалақ жұқа етіп турадым. Сәбізді міндетті түрде осылай жұқа етіп тураңыздар. Енді сәбіздерімізді ең алдымен астына осылай салып алатын боламыз. Жақсылап теріп шығыңыздар. Егер сәбізді ұнатпасаңыздар, бір сәбіздің жартысын салсаңыздар да болады. Енді мен жаңағы пияздарымызды осылай ұзын-ұзын етіп турап алатын боламын. Міне осылай ұзын етіп тураймын. Пиязды 4-ке немесе 3-ке бөлсеңіздер де болады. Ол піспей қалады деп ойламаңыздар, піседі. Енді картошкаларымызды, яғни картоптарымызды мен осылай 4-ке бөліп алдым. Егер сіздерде картоп үлкен болатын болса, онда ұзын-ұзын етіп картошканың жартысын 3-ке бөлсеңіздер де болады. Картоптарымызды да дәл осылай бөліп, листімізге орналастырып шығамыз. Не осылай орналастырып шықтым. Енді қалған картоптарымды да осылай бөліп алатын боламын. Міне осылай 3-ке бөліп алсаңыздар да болады. Енді мен осындай болгарский салдым. Болгарскийді 4-ке немесе 3-ке бөлсеңіздер болады. Егер сіздерде қызыл болгар болатын болса, оны да қоссаңыздар болады. Мен енді осылай тұз сеуіп алдым. Тұзды өздеріңіздің дәмдеріңізге қарай себіңіздер. Енді осылай брокколиді мен қойып шықтым. Брокколидің көп қоссаңыздар, аз қоссаңыздар, ол өздеріңізге байланысты. Енді цветной капустаны осылай қойып шықтым. Енді мен оливковое маслодан осындай бір қасық толтырып, барлық жеріне осылай сеуіп шықтым. Енді мен осындай көкті бетіне сеудім, және де бір қасық подсолнечный немесе растительный маслоны осылай құйып шықтым. Укроп, петрушка, кинза не қоссаңыздар, ол өз қалауларыңыз. Енді духовкада 160 градуста 1 сағаттай пісіріп алатын боламыз. Асты ешқандай да жабыспайды. Осылай өте дәмді, әдемі болып шықты. Мен гарнирге күріш қайнаттым. Енді піскен тауықтың етіні, көкөністерімізді осылай өздеріңіз қойып, қалағанша әсемдесеңіздер болады. Достар, міндетті түрде осы тамақты жасап көріңіздер. Өте дәмді, маған өте қатты ұнайтын тағамдардың бірі. Менің парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.